Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына орай қазақ әдебиетінің тарланы атты кітап көрмесімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Мұхтар Әуезов ұлы жазушы, профессор, кандидат, ғалым, қайраткер. Мұхтар Әуезов 1897 жылы Семей облысының Абай ауданында дүниеге келген. Мұхтар Әуезов училищеде оқыған, семинарияда оқып жүріп, өзінің еңлік кебек пьесасын жазған. Мұхтар Әуезов өзінің шығармашылығының арқасында құнды сынды Абай жолы эпопеясын жазған. Бұл кітап 4 томнан тұрады. Бұның басты кейіпкері Абай. Бұнда тек қана Абай емес, қазақ халқының жалпы тарихы суреттеледі. Биыл Абай жолы романына 80 жыл. Сонымен қатар 1921 жылы Мұхтар Әуезов қорғансыздың күні повесін жазған. Бұнда жаңағы жапа шеккен халық, жалаңаш, осылардың қорғаны жоқ кедейлердің өмірі суреттеледі. Сол сияқты Қараш-Қараш 1928 жылы жазылған. Онда Сәлменбайдың құлдығында 10 жыл өмір сүрген, жапа шегіп жазықсыз таяқ жеген Тектіғұлдың өмірі суреттеледі. Көксерек 1927 жылы жазылған. Көксеректе балаларменен табиғат арасындағы сүйіспеншілік суреттеледі. Және 1973 жылы осы кітаптың негізінде Көксерек фильмі түсірілген. Екінші бөлімде Мұхтар Әуезовтың нақыл сөздері, сол туралы жазған қолжазбалары, Мұхтар Әуезовтың еңбектері, Мұхтар Әуезов әлемі кітаптары қойылған. Және ұлы ақындардың естеліктері, ақын жазушылардың арнаулары қойылған. Жазушыға талай ақындар жүрек жарды сүйікті жырларын арнаған. Қасым Аманжолов, Мұхтар аға, Сырбай Мәуленов, Мұқа аға, Расул Хамзатов, Мұхтар аға, Мұхтар Шаханов менің есімімге Мұхтар қойылған. Сол сияқты ол ақындардың естеліктері. Әуезов Қазақстан үшін екінші Абай. Біз үшін шығыстың Шолохов еді, Погодин айтады. Біз үшін Абай қандай болса, Мұхамдай сондай даналық мектебі. Ол мектептен дәріс алу әр қазақтың абыройлы борышы. Мұхаммед Қонаев. Әлемді көз алдыңа келтіру үшін, басқалардың көзіне түсу үшін, адам рухын қадір қасиетін асқақтата көтеріп, жар салу үшін өз биігің, Мұхтар Әуезов сияқты асқар шыңың болу керек. Шыңғыс Айтматов. Сол сияқты 3-ші бөлімде библиографтың құрастыруымен Мұхтар қазақ әдебиетінің тарланы атты ұсыныс тізімі қойылған. Бұның ішінде Мұхтар Әуезовтің кітаптары, еңбектері, мазмұндары айтылады. Сол сияқты Мұхтар Әуезов әлемі библиографиялық құрал. Библиографтың құрастыруымен бұнда да жаңағы 10 нақты дерек Мұхтар Әуезов туралы, ол кісі туралы нақыл сөздер, сондай еңбектері жазылған. Сонымен бірге Мұхтар Әуезовтің библиографиялық көрсеткіші қойылған. Мына кітапта Мұхтар Әуезов кітапхана правильның кітабы, бұның ішінде Мұхтар Әуезов туралы айтылған жазушылардың әңгімелері. Сол сияқты көрменің 4-ші бөлімінде Мұхтар аға өзінің жұбайы Валентина Николаевнамен бірге және баласында суреттер сөйлейді 4-ші бөлім. Мұхтар Әуезовтың үйі. Бұнда кейіннен Мұхтар өмірден өткеннен кейін бұл үй ол кісінің естелік ретінде музей болып қабылданған. Мынау Мұхтар Әуезовтың сүйікті бөлмесі, жұмыс бөлмесі. Мұнда Мұхтар Әуезов жұмыс үстінде, өз бөлмесінде. Мына жердегі суретте Мұхтар Әуезов тәлімгер, оның шәкірті. Ол кісіге қатты құрметпен қарап, өзінің тұңғыш баласын Мұхтар атымен атаған. Мына суретте еңлік кебек пьесасынан көрініс.
келесі тұрған бәйтерегіміз, бұл бәйтерекке Мұхтар Әуезовтің нақыл сөздері ілінген. Болашақта біздің ұрпағымыз дарынды, болашақта өз орнын табатын тәрбиелі азамат болу негізінде осындай мәуелі бәйтерек білімді болсын деген мақсатпен қойылған. Мұхтар өзінің ғажайып таланты, асқан еңбекқорлығы арқасында халқына қалтқысыз еңбек еткен. Көркем сөздің шыңына шығып, соңына өлмес мұрас қалдырған жазушы. Мұхтар Әуезов 1961 жылы 27 маусымда Мәскеу қаласындағы Кремль ауруханасында операция кезінде қайтыс болады. Қайтыс болғаннан кейін республика үкіметі қаулы қабылдап, ұлы жазушының есімін мәңгі есте қалдыру мақсатында Ғылым академиясының әдебиет және өнер институты мен Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрына Мұхтар Әуезовтың аты беріледі. Әдеби мемориалдық мұражай ашылады. Бірқатар мектеп Алматының ауданы Әуезов атымен аталады. Құрметті оқырмандар, назарларыңызға рахмет.